Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер? Бүгінгі менің жасайтыным жыланның маскасы. Жыланның маскасын жасамас бұрын бірінші маскамыздың түбірін, основасын жасаймыз. Кәдімгі жартылай масканы сатып алып, соның үстіне жаңағы мынандай гелевый клейлер, не дейді, ыстық горячий клей дейді ғой, сонымен барлық формаларын қыздырып жасап шығамыз. Суретте көріп тұрғандай, жыланның барлық қырларын, беттерінің, көздерінің айналасын барлығын осы клеймен жасап шығамыз. Ыстық клеймен. Өздеріңіз көріп тұрғанда, мен жартысын жасап көрсеттім. Енді қазір жартысын жасаймыз. Құрметті көрермендер, менің каналыма жазылып, пікірлеріңізді қалдырып, лайктарыңызды басып отырыңыздар. Мынандай маскамен жұмыс істеген өте ыңғайлы, өйткені көздің айналасын жасаған кезде артық шығып кетпейсіздер. Тура сол масканың маңайынан жаңағы қырларын, көздің айналасындағы қырларды бәрін келтіріп отырамыз. Клейдің бір жақсысы, если дұрыс болмай қалса, қайтадан балқытып алып тастауға болады. Менің өзіме осы клеймен жұмыс істеген ұнап қалды, өйткені жаңағы қатты кір болмайды. Глинамен жасасаңыз, қолдарыңыз бәрі клей болады, балшық болады ғой, бұл жерде балшық ештеңке болмайды. Міне өстіп бірінші формасын жасап аламыз. Қатпай тұрған кезінде қолмен бастырып формаларын жасап келтіріп алуға болады. Осылай барлық формасын шығарып алғаннан кейін біз оны гипспен формасын шығарып аламыз, формасын гипстен. Осыны гипске құямыз. Одан кейін ол гипстен шығарып алып, қайтадан және гипс құямыз. Сол кезде формасы шығады. Енді оның басқа видеода көрсетемін. Өйткені алдыңғы видеоларында болған, қалай шығарған. Мына жерде міне қазір формасын бітіріп, балшыққа көшіміз. Балшықтан формасын жасап қойдық. Енді осыны формасын шығару үшін пластик 1,5-1,6 миллиметрлік пластикті алып, соны балқытып, 2-3 адам қосылып істемесе, тез арада қатып кетеді пластик, поэтому екі жақтан өстіп балқытып жасаймыз. Дайын формамызды жыланға ұқсайтын матамен қаптап шығамыз. Міне осымен менің видеом аяқталды. Өздеріңіз ұнап жатса, лайктарыңызды басып, қолдап отырыңыздар. Қош, сау болыңыздар, келесі кездескенше.